Баршаңызға сәлем. Қазір біз осындай керемет сәбізден жасалған пирог әзірлейтін боламыз. Өте оңай рецепт және де өте тәтті болып шығады бұл пирог. Өзіме қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіз, себебі ондағы рецепттердің барлығы өте қарапайым, өте оңай рецепттер. Және келесі видеода мен сіздерге пюре жасаудың 5 құпиясымен бөлісетін боламын. Ал ендеше пирог жасауды бастаймыз. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды осылай ыдысымызға салып, үстінен осындай миксермен жақсылап тұрып, әппақ боп көпіргенше миксерлеп аламыз. Жұмыртқаларымызды жақсылап араластырып алдым. Келесі кезекте осындай қантымызды 3 бөлікке бөліп отырып салатын боламыз. Аз-аздан салып осылай жақсылап араластырамыз. Аз-аздан салсақ, қантымыз тез-тез еріп кететін болады. Қант пен жұмыртқамызды жақсылап араластырып болдым. Енді оның үстіне сұйық майымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Келесі кезекте осы жұмыртқалы массамыздың үстіне теркадан өткізілген осындай шикі сәбізімізді саламыз. Терканың ең кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Міне барлығын өткізіп болдым. Осындай ұсақ болып шығады. Енді соны жұмыртқалы массамызға салып жақсылап тұрып араластырамыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап барлығы біркелкі болғанша әдемілеп араластырамыз. Жақсылап араластырып алдым. Енді оның үстіне ұн мен разрыхлителді салып, қамыр жасаймыз. Сұйық қамыр болады. Ұн мен разрыхлителді араластырып алып, осындай илеуіштің көмегімен ұнымыз бен разрыхлителді салатын боламыз. Одан кейін оны лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болғанға дейін осылай әдемілеп араластырып аламын. Одан кейін арнайы ыдысымыздың ішіне пергамент қағазын салып, осындай менде осындай ыдыс алдым. Ішіне орналастырам қамырларымды. Барлығын бір тегісетіп, жаңағы лопаткамен бір тегісетіп жайып шығып, ақырындап ыдысымды кішкене сілкілеп аламын. Сонда барлық жеріне қамыр біркелкі жететін болады. Пирогымызды 180 градуста жарты сағаттай пісіреміз. Алдын ала пешті қыздырып аламыз, одан кейін барып пирогты салу керек. Сонда жаңағы қамыр өте әдемі болып көтеріледі. Мінекей бізде пирог пісіп шықты. Енді оны жаңағы пергамент қағазын алып, өз қалауларыңызды сәндесеңіздер болады. Менде жай ғана бетіне осындай қант ұнтағын сеуіп шықтым. Әсемдігі үшін мен осындай сәбіз формасын жасадым. Ол өз еріктеріңізде осылай жасасаңыздар да әдемі болып шығады. Достар, сіздерге видео ұнады деген ойдамын, және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда бұдан да басқа жақсы рецепттер каналымда болатын болады. Менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.